Сәлем баршаңызға, бүгін пельмени дайындайтын боламыз, яғни тұшпара. Тұшпараның құрамы видеода көрсетілген. Алдымен қамырымызды дайындаймыз. Қамырымызға 1 жұмыртқа, 1 ас қасық тұз саламыз. Одан кейін су майдан 2 ас қасық құямыз. Сонда біздің қамырымыз өте жұмсақ болады және үзілмейтін болады. Жылы суды үстіне қосып, жақсылап тұрып илейміз. Соңында қолмен илеген кезде қолымызға жабыспауы керек қамыр. Одан кейін қамырдың жақсы біріккенін көру үшін пакетке орап салып қоямыз. Қамырымызды 15 минутқа тындырып қоямыз. Одан кейін жуаны жұқалап турап, қазанды қыздырамыз. Қазанның ішіне май құйып, 2 ас қасықтай май құямыз дағы туралған жуамызды ішіне салып қуырамыз. Қызып тұрған қазанда жуаны қызарғанша қуырамыз. Одан кейін фарштың үстіне салып, газды өшіріп, араластырамыз. Тұзбен және қара бұрышты өлшеп салып аламыз және жақсылап араластырамыз. Фарштағы тұздың және қара бұрыштың көп немесе аз екен қалай білуімізге болады. Өлшеммен бірге саламыз, одан кейін қолымызды етке батырып, дәмін көрсеңіз, тұз сезілмеген болса, және 1 қасық тұз қосып жіберсеңіз болады. Жақсылап араластырып, одан кейін қамыр жасауға көшеміз. Тұндырып қойған қамырымызды шығарып алып, 2-ге бөліп кесеміз. Ұнды сеуіп, оқтаумен дайын болған қамырымызды жұқалап тұрып жаямыз. Оқтаумен қамырды жайып жатырып, 2 жағынан астынан және үстінен ұн сеуді ұмытпаймыз. Одан кейін жұқа дайын болған қамырдың үстінен стаканмен формочка қиып шығамыз. Домалақ қиылған формаларға ішіне фарш салып түйеміз. Осындай 400 грамм фарштан бізде 70 немесе 80 түйір тұшпара дайын болады. Кастрюлемізге 2 литр салқын су құямыз және тұз саламыз. Одан кейін дайындаған пельмен және лавр жапырағын салып қайнатамыз. Бір қайнағаннан кейін астын басып қоямыз. Үй жағдайындағы тұшпара 15 минутта дайын болады. Асыңыз дәмді болсын.